Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәруменге өте бай, денсаулыққа өте пайдалы, қанша ішсеңіздер де салмақ жинамайтын смузи дайындайтын боламыз. Мен үйде осындай қысқа дайындаған дәрумендерімді қолданамын. Ең алдымен осылай смородинамызды салып аламыз. Оның үстіне режим малинамызды саламыз. Жақсылап тазартылған болуы қажет. Оның үстіне абрикосымызды саламыз. Оның үстіне малинамызды саламыз. Үйде кімде қандай қысқа сақтаған дәрумендеріңіз бар, соны пайдалана берсеңіздер болады. Барлығының үстіне сүтті құйып, осылай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Менде мына жерде 8 адамға арналған порция. Сіздерде өз қалауларыңызша көп немесе аз мөлшерде қолдансаңыздар болады ягодаларыңызды. Таңғы асқа немесе кешкі асқа дайындап ішсеңіздер болады. Өте тойымды, өте дәруменге бай, денсаулыққа өте пайдалы смузи достар. Үйде кімде қандай дәрумендер бар, соларды пайдалана берсеңіздер болады. Достар, менің сіздерден кішкентай ғана өтінішім, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Әйгерім.